Қасиетті Рамазан айында қазіргі таңда хит болып жатқан финики в шоколаде дайындап көріңіздер. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл жерде менде королевский финики, кез келген финик түрі болады, тек құрғақ болса болғаны, және де ішінде грек жаңғағы, сыртын шоколадпен қаптайтын боламыз. Ең алдымен құрмаларымызды жуып, тазалап, кептіріп алғаннан кейін, осылай ішіндегі сүйегін ажыратып, оның орнына грек жаңғағын салатын боламыз. Басқа да жаңғақ түрлерінің кез келгені болады. Миндаль, арахис салуға болады. Осылай барлығын тазалап аламыз. Келесі кезекте бізде шоколадқа батырғанға ыңғайлы болу үшін осылай зубочисткаға жаңағы қадап аламыз. Немесе шпажканың көмегімен жасауға болады. Енді шоколадымызды ерітетін боламыз. Менде Турцияда өндірілген осындай шоколад түрі, негізі Бельгияда өндірілген шоколадтар өте дәмді болып келеді, бельгийский шоколад. Сонымен дайындап көрсеңіздер болады. Менде осы шоколад болғандықтан осы шоколад түрімен жасадым. Молочный шоколад. Осылай ертіп алғаннан кейін құрмамызды малып аламыз да, пергамент қағазына кептіріп қоямыз. Қатқанын күтетін боламыз. Қатпай тұрып, алдымен жаңағы сәндейтін болсаңыздар, әдемі посыпкаларымызды себіп, немесе фисташковый жаңағы мука болатын болса, арахис дәндер болатын болса, ұсақталған, соларды сепсеңіз де болады. Одан кейін қалған шоколадты осылай кондитер қалташасына салып алып, басын кішкене ғана кесіп, осылай әдемілейтін боламыз. Сәндеу, безендіру өз қалауларыңызша жүргізіледі. Міне біздің финики в шоколаде дайын болды. Өте дәмді және пайдалы десерт түрі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналдағы барлық рецепттерді қарай жүріңіздер. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.